Үшінші дәріс сөздің морфологиялық құрамы, қосымшалардың жіктелуі. Қарастырылатын мәселелер: морфема туралы түсінік және сөздің морфемаға бөлінуі, морфеманың түрлері және қосымшалардың жіктелуі мәселесі. Морфема деген не? Морфема деп сөздің грамматикалық мағына беретін мәнді бөлшегін айтамыз. Мәселен, мына сөзді талдап көрейік. Ұлылық, ұлылықты туғызады. Бірінші сөзді түрлі бөлшектерге бөлшектеген кезде әдетте екі бөлшектен тұрады дейді. Ұлы түбірі, лық деген сөз тудыратын жұрнақ. Ал енді морфема тұрғысынан келсек, анықтамаға сәйкес бұл жерде ұлы, лық бірігіп келіп, бір ғана түбір морфема шығады. Яғни сөз тудыратын жұрнақ грамматикалық мағына бермейтіндіктен оны түбір морфеманың ішінде қарастырамыз. Келесі, ұлылықты туғызады дегенде, ұлылық туынды түбір морфема, т қосымша морфема, демек екі морфема бар. Туғызады дегенде түбірі ту, ғыз етіс жұрнағы, а көсемшен жұрнағы, д жікті жалғауы. Демек, бұл жерде төрт морфема бар, себебі әрқайсының өзіне тән беретін грамматикалық мағыналары бар. Ұлылық атау септікте тұрғандықтан, бұл жерде тағы бір морфеманы қосуға болады. Ол атау септіктің жалғауы. Атау септіктің өлік тұлғасында тұрғандықтан, ұлылық түбір морфема, туын түбір морфема және атау септіктің өлік тұлғасы бір морфема болып саналады. Демек, морфеманың ең басты белгісі ол грамматикалық мағына беретін мәнді бөлшек болуы керек. Морфеманың түрлері қандай? Морфеманы екіге бөлеміз: түбір морфема және қосымша морфема. Неге біз түбірді морфема деп айтамыз? Себебі түбірде де грамматикалық мағына болады. Мәселен, дала сөзінің грамматикалық мағынасын жазатын болса, ол мағыналар заттық мән беруі, деректі зат атауын білдіруі, жалпылама зат атауын білдіруі. Қосымша морфема да дегеннің негізгі мағынасы жат стептің жалғауы, орын, мекендік мағына. Орын, мекендік мағына беру. Демек, түбірде де, қосымшада да грамматикалық мағына болатындықтан екеуін морфема деп айтамыз. Түбір морфеманың басты ерекшелігі неде дегенде, оны сөздің ары қарай бөлшектеуге келмейтін мәнді түпкі бөлшегі деп айтамыз. Ал қосымша морфема түбірге жалғанып, қосымша грамматикалық мағына түзілетін морфемаларды айтамыз. Мәселен, мына сөйлемді морфемаға бөлшектеп көрейік. Мен сөзі түбірі мен болғаннан кейін, ол бір түбір морфема. Сөйлем бастаушы болғаннан кейін атау септікте тұрғандықтан, бұл жерде екі морфема бар дейміз. Жазбаймын түбірі жаз, ба болымсыз етістік жұрнағы, демек болымсыздық мағынасы бар. И жазбаймын, и көсемшен жұрнағы шақтық мағына беріп тұр, ауыспалы шақты, мын жіктік жалғауы жақтық мағына беріп тұрғандықтан 1, 2, 3, 4 морфема бар деген сөз. Өлеңді түбірі өлең, д тауыс септігі 2 морфема. Ермек түбір сөз 1 морфема, үшін грамматикалық мағына беріп, екінші морфема болады. Жоқ түбір бар, д 2 морфема, ертегі түбірі н тауыс септігі 2 морфема. Термек түбірі тер, мақбек мақсатты есімшілік жұрнағы 1, 2 морфема болды, үшін 1 морфема. Сөзді түбір мен қосымша морфемаға осылайша жіктей аламыз деген сөз. Келесі мәселе қосымшалардың жіктелуі. Қазақ тілінде дәстүрлі жүйеде біз қосымшаларды жалғау, жұрнақ деп бөліп, жұрнақты өз ішінде сөз тудырушы және форма тудырушы,
сөз тудырушы, түрлендіруші жұрнақ деген екі топқа бөліп келдік. Осыған байланысты ғалымдар арасында түрлі пікір қайшылықтары туындап, мұндай жіктеліс біздің тілімізге келе бермейтіндігі белгілі болды. Соған байланысты профессор Исаев қосымшаларды жалғау, жұрнақ деп бөлу дұрыс емес деген мәселені қозғады. Оған дейін де профессор Исаевтың ұстазы Ыбырайым Маманов осы мәселені көтеріп, қазақ тіліндегі жалғау, жұрнақ орыс тілінің ықпалымен қалыптасқан. Бұл біздің тілімізге келе бермейді деген пікірді айтты. Осыған байланысты қосымшаны жіктеудің жаңа ұстанымы қалыптасты. Сөйтіп, жұрнақтарды сөз тудыратын және форма тудыратын жұрнақтар деген екі салаға бөліп қарастыру қажеттігі туындады. Ал енді жалғаулар, жалпы алғанда қосымшаларды жіктеуге байланысты осындай түрлі пікірлер бар. Сонда бізде неге дәстүрлі жүйемен жалғау, жұрнақ деп жіктей беруге болмайды дегенде, жалғаулардың барлығы бірдей мағына бермейді. Сөз тудыратын жұрнақтар сөз жасамдық мағына, одан лексикалық мағына беретін болса, ал түрлендіретін жұрнақтар грамматикалық мағына береді. Сол себепті бұл екеуі мүлде екі бөлек саланың зерттеу нысанына айналып кетеді. Сөз тудыратын жұрнақтар сөз жасамдық зерттеу нысаны, ал сөз тудыра алмайтын түрлендіретін жұрнақтар морфологияның зерттеу нысаны болып қалады. Бұл қосымшалардың арасында айырмашылық мағыналық та, қызметтік те жағынан көп айырмашылықтар болғандықтан екеуін бір қатарда қарастыруға болмайды деген сөз. Жалпы алғанда қосымшаларды профессор Исаевтың пікірінше орыс тілінің үлгісімен сөз тудырушы, түрлендіруші деп бөлмей, оны беретін мағынасына қарай және семантикасына қарай сөз тудырушы және форма тудырушы деп екіге бөлу қажет дейді. Осыған байланысты Ыбырайым Маманов, Сейілбек Исаев қосымшалар жіктеудің жаңа жүйесін ұсынып, ең алдымен қосымшаны қызметіне байланысты жалғау, жұрнақ деп бөлмей, беретін семантикасына байланысты сөз жасам қосымшасы және форма тудырушы қосымша деп екіге бөлуіміз керек. Сонда сөз жасам қосымшасы өз алдына жеке топ болып, морфологияның құрамынан шығарылып, сөз жасам саласына кетеді. Ал форма тудырушы басқа қосымшалар, яғни түрлендіретін жұрнақтар мен жалғаулар, қандай да бір сөз таптарының формалары, тұлғалары болғандықтан бұл морфологияның құрамында қалады. Сөз жасам қосымшаларының ішінде бір топ қосымшалар функциялық қосымшалар деп аталады. Дегенмен олар сөз жасамның ішінде қамтылады. Ал форма тудырушы қосымшаның ішінде жұрнақтардың екі түрі бар. Бірінші топ модификациялық жұрнақтар, екінші топ грамматикалық жұрнақтар деп аталады. Модификациялық жұрнақтарға зат есімнің ең мәнді жұрнақтары, реттік сан есім жұрнақтары, сын есімнің шырай жұрнақтары, етіс жұрнақтары, күшейтпелі етістік жұрнақтар, болымсыз етістік жұрнақтары кіреді. Ал енді грамматикалық жұрнақтарға есімше, көсемше, рай, шақ жұрнақтары және көптік жалғауды жатқызады. Сонда бұл екі топтың не айырмашылығы бар? Модификация деген сөз жалпы алғанда өзгерту. Яғни сөздің лексикалық мағынасына қандай да бір өзгеріс енгізетін, мағыналық рең қосатын жұрнақтар модификациялық жұрнақтар деп аталса, ал енді ешқандай да мағыналық рең қоспайтын, таза грамматикалық мағына үстейтін, сөйтіп жаппай түрлендіруге негіз болатын жұрнақтар грамматикалық жұрнақтар деп аталады. Ал енді жалғаулар өз ішінде дәстүрлі жүйедегідей төрт топқа бөлінбей, мағынасына қарай субстантивтік адвербиалдық және предикаттық жалғаулар деген топтарға бөлінеді. Предикаттық жалғаулар. Бұл жердегі субстантивтік жалғауларға таза заттық мәндегі жалғаулар, яғни тәуелді жалғаулары, септік жалғаулардың ішінен атау, үлік, табыс септіктері жатқызылса, субстантивтік адвербиалдық жалғауларға таза заттық мәнмен қатар үстеудің мәнінде жұмсала алатын, сөйлемде пысықтауыш бола алатын қалған септіктер, яғни барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктер жатқызылады. Ал предикаттық жалғауға сөйлем жасауға
негіз болатын жіктік жалғаулары жатқызылады. Демек, қосымшаларды дәстүрлі жүйеде жалғау жұрнақ деп бөлгенде таза қызметі негіз болса, бұл жерде беретін мағынасы, семантикасы негіз ретінде алынған. Демек, қосымшаларды жіктеуде біз алдымен қызметке емес, оның семантикасына сүйенуіміз керек деген сөз. Бұл жерде мына пікірді негізге алғанымыз дұрыс. Яғни қосымшаларды жіктегенде олардың жалғанған сөздің лексикалық мағынасын өзгертіп, жаңа сөз лексикалық мағына тудыра ма, сөйтіп тілдің сөздік құрамын байыта ала ма, жоқ па? Әлде тек қана грамматикалық мағына үстей ме? Осыған байланысты қосымшаны жіктеуде дәстүрлі жүйедегідей жалғау жұрнақ деп алмай, сөз тудырушы және сөз түрлендіруші, форма тудырушы деп алып қарағанымыз дұрыс деген сөз. Назарларыңызға рахмет.